Павер тауы. Өлімім жақындап келеді. Барлық күштастарымды сеніммен қалдыруға болатын адамдар қажет. Бірақ қазіргі уақытта сенім тым аз. Ал күшім тасып бара жатыр. Жалын, өсімдік, магия, мұз және де жел. Осы аталған күштастарын жалғыз үмітіме, яғни жаны пәк, жас сәбилерге беремін. Ал олар ержеткен уақытында менің амандығым үшін барлығы бірге жиналады. Ал менің өмірім сол кезде қайта жалғасын табады. Ол солардың қолында. Менің таңдаған балаларым түсіндігіне байланысты өз қабілеттерін тануы тиіс. Ал оларға берілетін екінші мақсат ол елді қорғау. Бәрі болашақта белгілі болады. Мен бұл балалардан бәрін күтемін. Оларға сеніммен тапсырамын. Ал ең бастысы, сол күштерді біріктіруші жалғыз күш иесі ол жел күші. Бұл күш менің ұрпағыма, яғни Викке тиесілі. Ал ол 10 жасқа толған кезде өз қабілетін танитын болады. Мен күштердің патшасы Павер Кинг. Осы балалардың бірлігінен аман қала аламын. Бұл болашаққа тиесілі. Мен өз қызметімді атқарып болдым. Ал енді күш иелері, сендердің кезектерің келді. 8 жылдан кейінгі Вик. Ей аға, тұрсаңшы, сағат таңғы 10 болды. Түске дейін жатпайтын шығарсың енді. Анамыздың таңғасы суып қалды. Тұр! Не, мен түк те істемедім. Тиіспеңдер маған. Қайдамын мен? Жақсы інішек. Бірақ бұлай оятпасаң да болатын еді. Тұр десең тұрамыз ғой. Бұл тым дөрекі болды. Қойшы, сені 100 рет оятқан шығармын. Тұрған мау бассың ғой. Отыра бермей таңғы асқа кел. Жоқ, түскі асқа. Ұйқымның қанбағанын қарашы. Тағы 1-2 сағат ұйықтап алғанда тіпті қатып кететін еді. Вик, қайырлы таң. Қане таңғы асыңды ішіп ал. Қарның ашып қалған шығар. Саған керемет таңғы ас дайындап қойдым. Алақай, бүгінгі керемет тағамның атауы қалай екен? Ботқа. Не, Кемет ате, менің қарным тойып тұр негізінде. Тамақ жемей ақ қойсам бола ма? Не дедің, сонда менің таңертеңнен бері жасап жатқан тағамымды жегің келмей ме? Тауысып қойдым, Кемет ате, айтқым келгені өте дәмді шығыпты. Тағы бар ма? Ой, түкте дәмді емес. Маған дымы ұнамады. Ішіне не қостыңыз, анашым? Дәмі біртүрлі көрінеді. Өте керемет деп айтайын дегенмен, бірақ таяқ жегеннен жақсы әйтеуір. Інішек, нем осылайсың? Бүгіндікке шашып кеттім. Ұйықтап күш қуат жинап алайын. Жаңа күнге жаңа қуат керек дегендей. Айтпақшы, ертең менің туылған күнім. 10-ға келдім. Ертең қызық болады. Ал ертеңге керемет күн. Мені күт. Қызыққа және сыйлыққа толы күн болмақ. Вик, қане тұр. Менің саған айтарым бар. Менің тағдырым саған келіп тірелуде. Сондықтан менің әр сөзіме мән бер. Не, сен кімсің тағы? Не керек саған? Сен нәзесілсің бе? Бірден айтып қояйын, менде саған керек ештеңе жоқ. Менің атым Павер Кинг. Мен барша күш патшасымын. Негізі найзағай күш иесімін. Және мен 5 күштің басқарушысымын. Бірақ мен қазір өлімін. Сондықтан сенен көмек сұраудамын. Сендер кішкентай болған кездерінде әртүрлі күшті бөліп берген едім. Сенің күшің жел рудасы. Сондықтан Вик, өзіңдей күш иелерін іздеп тап. Ол сенің ісің. Ал мен сонда оларды қалай және қайдан табамын? Ал күшімді қалай қолданамын сонда? Мен әлде түсінбей тұрмын. Мына балаға сенім артқаным қателік секілді. Бірақ бұл жай ғана түсім ғой. Қазір бірнеше уақыттан соң оянамын. Жоқ, Вик, шындыққа тура қара. Мені құтқар, Вик. Саған жел күшін бердім.
не кетпе, менің айтарым бар, кетпеңіз. Кетпеңіз, күте тұрыңыз, айтарым бар. Көшелерін іздеп тауып Кабер тауына келдіңдер. Не, бұл түсім болмапты ғой. Жүрегіме не болып жатыр, түсініксіз. Айтпақшы, менің жел күшім ше? Мен енді Викпін. Жоқ, Тайфун патшасы Викпін.